Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп болмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 21 сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім деп аталады. Бүгінгі сабақта дара және күрделі сын есімдерді ажыратуды, сонымен қатар тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжауды, қатені табуды және оны түзеп жазуды үйренеміз. Бірінші жаттығуда кесте берілген кестедегі сөздерді оқимыз. Бірінші кестеде дара сын есім берілген. Оларға ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен деген сөздер жатады. Ал екінші бағанда күрделі сын есімдер берілген. Оларға ақ ала, қара торы, сары ала деген сөздер берілген. Енді оқушылар байқасаңдар, бірінші бағандағы дара сын есімде ақ деген сөз болса, күрделі сын есімде қасына ала деген сөз қосылады. Сол кезде ақ ала деген күрделі сын есімге жатады. Ал дара сын есімде қара деген сөз бір ғана сөзден тұрса, ал күрделі сын есімде ол қара торы болады. Яғни екі сөзден құралып тұр. Енді оқушылар, бізге мынадай тапсырма беріліп тұр. Сын есімдерді салыстырып, қандай сын есім дара, қандай сын есім күрделі болатынын өзің айтып көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр дейді. Байқап тұрсаңдар, дара сын есім бір ғана сөзден құралған. Ол ақ бір ғана сөзде, қара дегенде бір ғана сөз, жасыл дегенде де бір ғана сөзден құралып тұр. Ал екінші бағандағы күрделі сын есім ақ ала екі сөзден құралып тұр. Қара торы екі сөзден құралып тұр. Сары ала деген сөзде екі сөзден құралып тұр. Демек, күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Енді осы жасаған қорытындымызды келесі мәліметпен салыстырамыз. Сын есім дара және күрделі болады. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою деген сөздер жатады. Келесі күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, ақ сары, көк ала деген сөздер, яғни екі сөзден құралып тұр. Олар ақ және сары деген екі сөзден құралған, және көк және ала деген екі сөзден құралып тұр. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Енді оқушылар осы ережені міндетті түрде есімізде сақтап аламыз. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Екінші жаттығуда мәтін берілген, тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа дейді. Тақырыбы ең алғашқы ұшу құралы қандай болған деп аталады. Яғни ең алғашқы ұшу құралы туралы айтылуы мүмкін. Ол қалай аталатынын осы мәтіннен білетін боламыз. Ал енді оқушылар мәтінді тыңдаймыз. Адам баласы ерте заманнан ақ жан-жағында ұшып жүрген құстарға, аспанда қалықтап жүрген бұлттарға қарап, солар сияқты ұшуды армандаған. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарған. Қазақ ертегілеріндегі ұшқыш кілем де соның бір көрінісі. Адамдар ең алғаш ұшу құралы ретінде әуе шарын ойлап тапқан. Ол ыстық ауамен толтырылып, сол арқылы көкке көтерілген. Кейіннен дирижабль деп аталатын ұшу құралы жасалды. Мінекей оқушылар, оқыған мәтініміз тақырыбына сәйкес келеді. Ең алғашқы ұшу құралы әуе шары деп аталған. Ол ыстық ауамен толтырылып, сол арқылы көкке көтерілген. Яғни ең алғашқы пайда болған ол әуе шары екен. Содан кейін барып дирижабль ұшу құралы жасалған екен. Енді оқушылар осы мәтінге қатысты тапсырмаларды орындаймыз. Ұшу аппараттары туралы энциклопедиядан біліп ал дейді. Ұшу аппараты дегеніміз планеталар атмосферасында немесе ғарыш кеңістігінде басқарып ұшыруға арналған құрылғы. Ұшу аппараттары атмосфералық және ғарыштық болып екіге бөлінеді. Атмосфералық ұшу аппараттарына ұшақ, тікұшақ, планер, дирижабль және тағы да басқалар жатады. Ал ғарыштық ұшу аппараттарына зымыран, жердің жасанды серігі, ғарыш кемесі жатады. Келесі тапсырма, мәтіннен сын есімді тауып күрделі, дара екенін ажырат дейді. Мәтіндегі сын есімге ыстық деген сөз жатады. Бұл дара сын есімге жатады. Себебі бір сөзден ғана құралып тұр. Келесі үшінші жаттығуда жалынпаш берілген, жалынпаштың қатесін түздеп көшіріп жаз дейді. Алдымен берілген жалынпашты оқып шығамыз. Ұшақ ұша ұшар, ұшақ ұша ұзақ ұшар. Яғни жалынпашта қателік жіберілген, ол ш әрпінің орнына с әрпі жазылады, және ұша дегенде де с әрпінің орнына ш әрпі жазылып тұр. Яғни дұрыс нұсқасы мынадай болады. Ұшақ құсша ұшар, ұшақ ұшса, ұзақ ұшар. Яғни осы төменде берілген дұрыс нұсқасын дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз.
Келесі төртінші жаттығуда ребус берілген, ребусты шешеміз. Бірінші суретте қарғаның суреті берілген, ал екінші суретте лақтың суреті берілген. Қарға сөзінен соңғы екі әріпті алып тастаймыз, сол кезде қар сөзі қалады. Ал лақ деген сөзден алғашқы бірінші әріпті аламыз және соңғы бір әріпті аламыз. Сол кезде а әріпі қалады. Сонда бізде шешуі қара деген сөз шығады. Шешуіндегі сөз сын есімнің қай түріне жатады дейді. Сол сөзбен сөйлем құрап жаз дейді. Шешуіндегі сөз қара деген дара сын есімге жатады, себебі бір ғана сөзден құралып тұр. Енді осы қара деген сөзге қатысты мынада сөйлемдер құрауға болады. Қара қарға аспанда ұшып жүр. Қандай қарға? Қара қарға. Келесі қара қаламмен сурет салдым. Қандай қаламмен? Қара қаламмен, яғни сын есімге жатады. Ал енді оқушылар, осымен берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.